Бір күні бір ұрғашы буаз арыстан аңшылардан қашып келетеді. Жаңағы таулардың арасымен қашады. Қашып келетеді да бір өзенге келеді, ағып атқан суға келеді өзенге. Сосын өзеннен өтем дейді да, жүзіп бара жатқанда жаңағы өзінің ішіндегі кішкентай арыстанды, то есть баласын туып жібереді. Да, баласы мына жаққа ағыспен кетеді, өзі мына жағында қалады. Сонымен жаңағы кішкентай арыстан ағыспен кетіп қалады. Сосын бір жағаға келеді. Сосын оны былай айтқанда бір қойлар асырап алады. Жайылып жүрген қойлар асырап алатын притча ғой. Сосын асырап алғаннан кейін ол арыстан жаңағы қойлармен бірге қой болып, солармен бірге шөп жеп, солармен бірге секіріп, ойнап, жүріп, бірнеше жыл өтеді. Жаңағы арыстан уже үлкейеді, өсейеді, дәу арыстан болады, бірақ та ода жаңағы қойдың психологиясы қалып қояды миында. Өйткені ол қойлармен ғана өсті ғой. То есть былай айтқанда басқа қойлардан басқа ешкімді көрмеген. То есть ол қойлардан ғана өнеге алған кішкентай бала, кішкентай жаңағы арыстан болғаннан бастап. Сонымен бір күні жайылып жүргенде оларға қасқырлар келеді. Қасқырлар келеді да жаңағы стада қойлардың стадасын қатты қуады. Олар қашады. Бәрі қашып келеді да бір өзенге келеді. Жаңағы өзенге келеді. Енді ары қарай қашатын жер жоқ басқа қашатын. Сосын енді уже қасқырлар келіп жиндеп жатқанда жаңағы арыстан келеді да, өзендегі жаңағы су бар ғой, суға келеді да былай қарайды. Қорқып тұрады енді. Өйткені қасқырлар келеді, ол өзі ойлап тұр, қоймын деп. Сосын келіп жаңағы отражениесін көреді, жаңағы судан өзінің отражениесін көреді да, түсінеді, что ол қой емес, ол арыстан екенін түсінеді өзі. Дәу, страшный, грозный дейді ғой, сондай. Дәу арыстан екенін көреді да, түсінеді да, жаңағы қасқырларға қарайды да, айғалап жүргенде, айғалағанда жаңағы ырылдап, арс етеді. Солар қатты айғалап жүргенде қасқырлар қорқып бәрі қашып кетеді екен. Сол уақытта арыстан өзінің арыстан екенін түсінеді. Ол қой емес, арыстан екенін түсінеді. Вот, бұл притчаның мағынасы неде? Не үшін айтып жатырмын? Өйткені көп адамдар туғаннан бастап олардың окружениесі болады ғой. Енді ешкімді қой деп айтқым келіп тұрған жоқ. Бұл жерде просто адамның окружениесі болады. Сол адамның окружениесі жаңағы кішкентай бала туады ғой. Туғанда оған жаңағы навязывать етеді екен неше түрлі цельдерді. Сенің әкең сантехник болды, сен сантехник болу керексің деген сияқты. Мұғалім болды, мұғалім болу керексің. Сен андай болу керексің, сен мындай болу керексің деп. Сондықтан адам өмір бақи өзін іздену керек, өзінің истинный предназначение, миссия